Қызылорда Сергей Ибрагим концерт береді, Артабек гримерінде концерт басталған жоқ, отқамыз ғой, соғып әңгіме айтып досымыз ғой. Сәкен ишан анауында отырмын, телефон шырылдады, бөтен бір простой нөмір звонады. Алло. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, бұл Асылхан ба? Иә, кім болды? Мен ғой Мейрамбек аға. Сіз Мейрамбек ағадан қатыса отырсыз. Кім десем? Мен ғой Мейрамбек Беспаев. Алдап жатыр деп ойлап. Не жалғыз Серік әңгіме айтсаң ал. Пошолый Асқар дедіңіз. Кім ол дейді ғой Серік? Білмеймін ше, Мейрамбек Беспаевпын деймін бірдеңе. Кән көрсейші нөмірін дейді. Тасашы ше, айтпайшы не айтып жатыр. Көрсетсей, менде нөмір бар ғой. Міне білмеймін, простой нөмір ғой шыны. Бүйтіп қарап. Сол нөмір ғой да дейді. Екі нөмір бірдей. Иә. Тұрады басатта звондайды. Айтам. Тастай звондама қоясың ба? Тұрады звондап жүрді ол Серік. Алло. Мейрамбек ассалаумағалейкум. Секушбай қалайсың? Мейрамбек аға жаңа бір балаға звондап бердіңіз? Ау, жаңа бір Асылхан деген балаға звондап бердіңіз? Иә, звондап боқтап жүрді ғой мен. Söyleseniz mi söyle? Jo. Жо, Мейрамбек сол бала мен қасымда. Дальше сәл салды ғой. Сен мақсат Назарбаев болса. Jo. Сөйтті, сол бала мен қасымда отыр, Мейрамбек аға берейін ба? Деді, маған бер жерді ғой. Алло, ассалаумағалейкум. Қалайсың Асылхан, амансың ба? Жақсы Мейрамбек аға, жаңағы кешіресіз аға, мен просто бізде балдар бар еді, ойнайтын сіздің даусыңыз салып, сондай ма деп ойлап қалып, сол жаңағы не қылып қалған ба боқтап? Иә, ондайлар бар Асылхан, иә. Машина бермейді. Көп боқтық естіген сияқты өксі. Жақсы көріп кетті ана кісі ше. Не ма Асылхан, шаруаға көшейші.